Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер құймалы пицца әзірлейміз. Құймалы пицца ол дрожжсыз, қамырсыз, тез әзірленетін пиццаның түрі. Ол үшін біздер 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Әбден араластырып алып, кішкене содан кейін араластырып алғаннан кейін 3 ас қасық қаймағымызды саламыз. Араластырып алғаннан кейін 3 ас қасық қаймағыңызды толтырмай салып аласыздар. Содан кейін 3 ас қасық майонезімізді салып, оны да араластырып аламыз. Әбден араластырып алғаннан кейін, әбден қаймағы да несі де араласқаннан кейін 9 ас қасық ұн саламыз. 9 ас қасық ұн саламыз. Сосын әбден араластырып аламыз. Әбден араластырып алғаннан кейін духовканың формасына пергаментный қағазды төсеп алып, жаңағы құймамызды құямыз. Құйып алғаннан кейін үстіне кетчуппен жағып аласыздар кетчупты. Сосын оның үстіне колбасаларымызды төсейміз. Колбасаны салғаннан кейін уже жіңішке туралған қызанағымызды саламыз. Әркім өзіне ұнаған нәрсесін салса болады. Оливка салуға болады, маслины салуға болады, саңырауқұлақ салуыңызға болады, піскен ет салуларыңызға болады, тауықтың етін салуларыңызға болады. Өзіңізге не ұнайды, соны салсаңыздар болады. Содан кейін мен тұздалған қияр салдым. Тұздалған қияр салғаннан кейін үстіне біздер жіңішке теркадан өткізілген ірімшігімізді саламыз. Ол үшін біздер 10-15 минут бірінші пешімізге, қызып тұрған пешімізге салып аламыз. 10-15 минут салғаннан кейін асты уже кішкене пісе бастағаннан кейін алып жіберіп, үстіне ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Ірімшікті сеуіп шыққаннан кейін қызып тұрған пешімізге 160-180 градусқа 25-35 минутқа салып аласыздар. Пісіп шықты, кесіп алыңыздар. Қараңыз, жіп-жіңішке әп-әдемі болады. Слай жесеңіздер де болады, суытып жесеңіздер де болады. Жұмсақ, жіңішке, ас болсын, жасап көріңіз.